Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен жеті шелпектің рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге қажетті заттар: 1 стакан айран, және де аздаған сары май қажет. Оның үстінен 1 ас қасық қантымызды және де аздаған содамызды саламыз. Үстінен ұнды салып, жақсылап қамырымызды илейміз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Қамырымызды біраз уақытқа қоя тұрамыз. Және де қамырымыздың иі қанғаннан кейін осылай жақсылап оны илеп 7 бөлшекке бөлеміз. Мінекей қамырымызды осылай қалауларыңыз бойынша құрғақ ұн сеуіп жайсаңыздар болады. Өздеріңіз көріп отырғандай, қамыр өте жұмсақ болған. Міне барлық қамырымызды осылай дөңгелетіп шығамыз. Мінекей менде 7 қамырым дайын болды. Қызып тұрған табамызға шелпегімізді саламыз. Және де шелпегімізді осылай айналдырамыз. Және де шетінен осылай қызарып, қызармағанын көруге болады. Екінші жағын айналдырып, екінші жағын пісіріп аламыз. Барлық қамырымызды, 7 шелпегімізді осылай пісіреміз. Мінекей дайын болды. Өздеріңіз көріп отырғандай, мінекей лүпілдек әрі жұп-жұмсақ, тез дайындалатын оңай рецепті. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.